Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл дүниеге келді. Сәбилер атаулының өзі бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туысты есімдерді сан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін, оның аты Нұрсұлтан болсын деген еді. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыпты, соны ерекше еңбек сіңірді. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыпты, соны ерекше еңбек сіңірді. Нұрсұлтанның анасы Әлжа Мырзабаланың балалары мен келіндеріне ақыл-кеңес беріп, халықтың байырғы дәстүрлері мен жоралары туралы әңгімелейтін немересі Нұрсұлтанның тәрбиесіне аса белсеніп кіріскенін еске алады. Мырзабаланың ұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбаев бидің шаңырағында өмірге келеді. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және балқар тілдерінде де еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын. Әңгімелескен адамның зейін қойып тыңдап пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1970 жылы қайтыс болды. Назарбаев жасөспірім шағында қатарының алды болған.